Екіншіден, иман, неге иман тақырыбы? Өйткені бұл өте адам баласының өмірінде өте маңызды нәрсе. Өте маңызды нәрсе. Себебі иман деген бір орында тұрмайтын нәрсе. Тағы да бір себебі, қазіргі таңда, қазіргі заманда адамдардың көбісі иманнан айырылып қалған жатқан адамдар бар. Құдайдың берген, субханалла, баға жетпес бақытынан айырылып қалып жатқандар бар. Иманында өте әлсіздік танытып, өзінің иманына қарамай, оны әсем демей, оны зейнет демей, осындай бір үлкен Құдай тарапынан берілген байлыққа, яғни немқұрайлықтың бір несі, яғни әлбетте біздің жүрегімізді қынжылтады. Сол себепті осының ақиқаты жайлы, осы жайлы кішкене әңгіме өрбіткім келіп тұрады әрдайым. Яғни осыны сақтап қалу жолдары. Себебі, мынау кітаптарды қарасақ, көптеген үлкен ғалымдар, салихалы ғұламалар, олардың бір уайымы болған. Мен өмірімнің аяқ жағында осы иманмен өтем бе, өтпеймін бе деген. Өмірімнің аяғы қалай болады екен? Сол нәрсеге өте қатты қорқамын деп, Алла тағаладан пана сұрайтын, Аллахым біздің ақырымызды жанандай хайырлы қыл, соңғы сөзімізді ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деп, сол осы ұран жаңағындай өтуімізді нәсіп қылшы дегенді. Сол себепті осы тақырып осындай маңызды болғаннан кейін осы тақырыпты таңдадым. Осыны қысқа айтсам болады. Жалпы көп нәрсе айта беруге болады, бірақ бұл өте үлкен маңызды. Ақиретте, осы дүниеде баға жетпес нәрселердің барлығын, сыйластық, байлық, барлық абырой осы бір иманда да, осы бір иманда.